Қайырлы күн, құрметті студенттер, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен жаңа тарауды бастаймыз. Қазақстан Республикасы құқықтық мемлекет. Ал бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік органдары. Тақырыпты дәптерлеріңізге жазып қойыңыздар. Сабақтың негізгі оқу мақсаты мемлекеттік билік органдарының конституциялық жүйесін анықтау, президенттің мемлекеттегі конституциялық құқықтық мәртебесімен танысу және мемлекеттік билік органдарының негізгі қызметтеріне талдау жасау. Бүгінгі сабақта бағалауға қойылатын критерийлер: ақпаратты меңгеру, Қазақстан Республикасы азаматы ретінде өз ойын жеткізе алуы және теориялық білімді практикамен ұштастыру. Сабақтан күтілетін нәтиже. Өткен тақырыпты қайталап өтейік. Біз алдыңғы сабақта нарықтық ұғымның типтері деген тақырыпты өткен болатынбыз. Сол тақырып бойынша негізгі ұғымдардың анықтамасын естеріңізге түсіріп көріңіздер. Келесі сұрақтарға ауызша жауап беріңіздер. Монополияға қарсы жасалған заңдылықтар қай мемлекетте орын алды? Екінші сұрақ: монополияға қарсы жасалған 3 кит деген атауға ие болған ең алғашқы 3 заңдылықты атаңыз. Үшінші сұрақ: монополиялық билікті қысқартудың негізгі тәсілдері қандай? Біз алдыңғы сабақта осы негізгі 3 тәсілін атап кеткен болатынбыз. Соларды естеріңізге түсіріп көріңіздер. Бүгінгі тақырып бойынша қарастырылатын негізгі сұрақтар: бірінші сұрақ бұл президенттің конституциялық мәртебесімен танысу. Екіншісі Қазақстан Республикасының парламенті, үшінші атқарушы билік органдары және сот билігінің органдары. Мемлекеттік билік дегеніміз не? Ол қоғамды басқару тәсілін айтамыз. Ал мемлекеттік орган деп биліктің берген өкілдігімен мемлекеттің қызметін іске асыратын ұйымды атаймыз. Мемлекет механизмі келесі органдардан тұрады: заң шығарушы орган, атқарушы орган және сот органдары. Осы кестені дәптерлеріңізге сызып толтырып қойыңыздар. Қазақстан Республикасының президенті, мемлекет басшысы ең жоғарғы лауазымды тұлға болып табылады. Ол мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын айқындайды, ел ішінде және халықаралық қатынастарда мемлекет атынан өкілдік етеді. Президент болып тумысынан республика азаматы болып табылатын, 40 жасқа толған, мемлекеттік тілді еркін меңгерген және Қазақстанда кемінде 15 жыл бойы тұрған республика азаматы сайлана алады. Республика президенті мемлекеттің биліктің барлық тармағының келісіп жұмыс істеуін және үкімет органдарының халық алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз етеді. Сұрақ бізде: парламент 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда Конституцияға сәйкес құрылған болатын. Парламент Қазақстан Республикасының заң шығару билігін жүзеге асыратын республиканың ең жоғарғы өкілетті органы болып табылады. Нақты негізде жұмыс істейтін екі палатадан тұрады: Сенат және Мәжіліс. Сенат депутаттары әр облыстан, республикалық маңызы бар қаладан және Қазақстан Республикасының астанасынан 2 адамнан сайланатын депутаттардан құралған. Барлығы 47 депутат, оның 15 депутатын республика президенті тағайындайды. Депутаттардың сайлануы жанама сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру жолымен жүзеге асады. Сенат депутаттарының өкілеттік мерзімі. Мәжіліс депутаттары 107 депутаттан құралған. 98 депутат сайлау жалпыға бірдей тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы жүзеге асады. 9 депутатты Қазақстан Халқы Ассамблеясы сайлайды. Депутаттардың өкілеттік мерзімі 5 жыл. Келесі сұрақ бізде: атқарушы билік органдары. Үкімет Қазақстан Республикасының атқарушы билігін жүзеге асырады, атқарушы органдардың жүйесін басқарады және олардың қызметіне басшылық жасайды. Өзінің қызметінде республика президентінің және парламенттің алдында жауапты. Үкімет басқаратын адам премьер-министр. Премьер-министрдің қызметі: үкімет қызметін ұйымдастырып, оған басшылық жасайды және оның жұмысы үшін дербес жауап береді. Үкімет қаулыларына қол қояды. Үкімет қызметінің негізгі бағыттары жөнінде және оның аса маңызды барлық шешімдер жөнінде президентке және парламентке баяндап отырады. Үкімет конституцияда көзделген реттерде парламенттің алдында жауапты. Үкіметтің заң шығару құқығы парламент мәжілісінде жүзеге асырылады. Келесі соңғы сұрақ: сот билігінің органдары.
Қазақстан Республикасының сот төрелігін тек сот қана жүзеге асырады. Заңмен құрылған Қазақстан Республикасының жоғарғы соты, республиканың жергілікті және басқа да соттары Қазақстан Республикасының соттары болып табылады. Жоғарғы соттың төрағасын жоғарғы сот кеңесінің кепілдемесі негізінде республика президентінің ұсынуымен сенат сайлайды. Жергілікті және басқа да соттардың төрағалары мен судьяларын жоғарғы сот кеңесінің кепілдемесі бойынша президент қызметке тағайындайды. Бүгінгі сабақ бойынша түсінбеген жерлеріңіз және сұрақтарыңыз болса сұраңыздар. Сабақты бекітуге арналған тапсырмалар. Бірінші тапсырма бұл сіздерге мемлекеттік билік органдарының атқаратын қызметтерін анықтау және талдау жасау. Екінші тапсырма. Берілген сөйлемдердің дұрыс немесе дұрыс еместігін анықтайсыздар, иә немесе жоқ деген жауаптарды белгілейсіздер. Бүгінгі сабақты қорытындылауға арналған сұрақтарға жауап береміз. Келесі сұрақтарға өз ойларыңызбен жауап беріп көріңіздер. Қазақстан қандай мемлекет? Елімізде билік жүйесі қандай қағидалар бойынша қызмет етеді? Мемлекетіміздің ең қымбат қазынасы не? Демократиялық мемлекеттің негізгі сипаты не? Осы сұрақтарға ойланып жауап беріп көріңіздер. Үйге тапсырма келесі аптаға. Егер мен депутат болсам тақырыбында эссе жазып келесіздер. Эссені берілген талаптар бойынша орындаймыз. Эссе тақырыбының сәйкестілігі, мазмұндауының жүйелігі. Эссе жазудың құрылымының сақталуы, жұмыстың орындау сауаттылығы және сыни ойлау шеберлігі. Кері байланыс парағын толтыруды ұмытпаңыздар. Бұл жерде сабақта не ұнады, не ұнамады, сенің қалауың немесе ұсынысың туралы жазасыздар. Берілген тапсырмалардың жауаптарын күтемін. Жауапкершілік танытып, тапсырманы уақытында жіберіңіздер. Назар аударғандарыңызға рахмет. Келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар.